құрметті көрермен. Бүгінгі Fox4 бағдарламасының тақырыбы спорт денсаулық кепілі. Бағдарлама қонағы Әуелбаев Бауыржан Толыбаевич. Ол 1965 жылы 20 қазан күні Қызылорда қаласында дүниеге келген. Еңбек өтілі 34 жыл. 2012 жылдан бастап Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектебінде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып өз қызметін атқарып келеді. Қазіргі таңда баскетбол және дзюдо үйірмелеріне жаттықтырушы бапкер болып жұмыс жасайды. Сонымен қатар дзюдо самбо күрестерінің спорт шебері. Бағдарлама жүргізушілермен таныстырып өтетін болсам, Жарылқасын Арман, Смағұл Арайлым, Тайтанова Диана және мен Алимов Гүлнұр. Қош келдіңіз, Бауыржан ағай, қалыңыз қалай? Қош көрдік. Рахмет. Қазайымыз жақсы. Көп білгеннен емес, көпті көргеннен сұра дейді ғой дана халқымыз. Спорт жолында жүргеніңізге ұзақ уақыт болғаны белгілі. Болашақ спортсмендерге қандай кеңес айтар едіңіз? Айтар тілегім, ол өмір бойы серігі болып, досы болып қалу керек. Спортты бір бастағаннан кейін оны ешқашан тастамау керек. Спортты тастап кететін, жаржылын түсіп кететін қыздар жігіттер ертеңіне ол артық салмақ қосып алады, дене бітімін өзгертіп алады, денсаулығындағы кінәраттар пайда болады, жалпы дене бітіміндегі ағзаларына өте көп зиян келтіреді. Сондықтан қолға алған істі аяғына дейін апару абзал. Бауыржан мырза, ұстаз бен мұғалім, жаттықтырушы мен бапкер барлығының түп мақсаты бір: қоғамға пайдалы тұлғаны қалыптастыру, оқушы бойында сауаттылықты арттыру. Алайда осы төрт синонимнің айырмашылығы неде? Ұстаз бен мұғалім, бапкер мен жаттықтырушы деген ұғымдардың бәрі түп нұсқасы баланың дене бітімін қалыптастыру, ағзасын нығайту, болашаққа рухы мықты, денсаулығы мықты азаматты тәрбиелеп дайындау, оның психологиялық тұрғыда мықты болуы, өзінің бастаған ісіне сенімді болу үшін дайындайтын бір маман иесі болып есептеледі. Оның еш атауында тұрған ештеңе жоқ. Бір түп нұсқасы, мақсаты дүниеге шыр етпеген баладан бастап еңкейген қарияға дейін тәрбиелейтін мамандықтың иесі болып есептеледі. Қайырлы күн. Ісім болсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқын шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз дейді Ұлы Әл-Фараби. Өз ісінің маманы болу үшін не істеу керек? Адам өмірден көп қателік жібереді, соның бір ең мақсаты екі дүниеден қателеспеу керек дейді. Өмірде таңдаған мамандығыменен болашақ өзінің екінші жартысынан. Мына мамандықта мен өзім есептеймін, қателескен жоқпын. Өйткені бала кезімде дүниеге шыр етіп келген кезде аурушаң болып дүниеге келген екем. Сол сәби кезімде әке-шешем менен күдері үзбеген, сол денсаулығын нығайтсын деп спорт үйірмесіне әкеліп тапсырған екен 4-ші сыныпта. Содан бері міне 4-ші сыныптан бері спортты серік етіп келем. Сол бірінші бокс үйірмесіне апарып берген кезде мен бірінші жаттығуда оңбай таяқ жегем 3 жыл қатысқан баладан. Өйткені түсінген жоқ, менің дене бітімім ірі болды да, бірақ ана шығарған баланың тәжірибесі бар еді. 3 жыл қатысқан, содан оңбай таяқ жегеннен кейін бокс болмайды, мен қатыспаймын деп жаңағы ағайға ренжідім. Қайда киініп барасың, кетпе, тоқта деп киім ауыстыратын бөлмеден неғған кезде мен қолым сілтеп кетіп қалғам. Бүйтіп адамды үйретпейді ғой деп кәдімгі бала дауыспенен ренжіп кетіп қалғам. Сөйтіп келесі есіктің сыртынан бір гүрсілдеген дыбыстарды естіп есігін ашып қарасам, ақ кимоно киген балалар, самбоның күртешесін киген балалар алысып күресіп жатыр екен. Соны сығалап тұрғанымды көрді, жаттықтырушы кірді, ішіне шақырып алды. Атымды сұрады, нешедесің деді, қай сынып оқисың деді, 4 оқимын деп еді. Түріме қарап тұрып, сен 4 оқитын бала емес, 7-8 оқитын баласың ғой деді. Мен айттым, бұл әшін денем ғой деді, ішінде әлі ешқандай не жоқ дедім. Сонымен жаңағы бапкер мені өзінің қасына тартып алып, әлі күнге дейін білемін, сол ағайым Абылай Шыныбеков ағайым. Содан бастап мені жаттықтырып, кейін өзімде мамандық таңдауыма осы спорт деген көп себепкер болды. Шымкент физкультура техникумын 1981 жылы 8-ші сыныпты бітіріп, қазіргі 9-ші сынып сияқты. Сонда күрес секциясы арқылы сол жерде тамамдап, соның арасында кеңесті одағы әскери борышымды өтеп келдім. Семья жағдайымен бір үзілістер болды. Соны 87 жылы тамамдап, өзім оқыған мектепке дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып орналастым. Қызылорда қаласындағы нөмір 212 орта мектепке. Сонда өзіме дене шынықтырудан сабақ берген мұғалім Төкенов Шаймерден ағайым, Бауыржан, сен қасымызда мектепте орын босап жатыр,
сен сол мектепке бар деді, сен сол жерде жұмыс істе деді. Мен қуып жатсыз ба деп, жоқ, сен жұмыс істейтін баласың, түбі көтерілесің, сенің жасаған еңбегіңнің барлығы менің атыма кетіп жатыр, сен жеке дара өзің отау болып тіктер, не қыл деді. Соның батасымен қасымыздағы мектеп интернаты темір жолшылардың балаларына арналған. Соны 2 жылдан кейін қалалық 56 мектептің арасында спартакиадада ағайымның мектебін озып, жалпы командалық 3-ші орын алған кезде әріптестері, өзінің достары жаңағы, ей Шәке, ұтылып қалдың өзің оқушынан деген кезде, жоқ, менің оқушым ұтып тұрған жерде менде қос жеңіс бар деді. Өйткені сендердің осындай шәкірттерің бар ма деді. Өздерімен тайталасып, өздерімен жағаласып тұрып осындай команда дайындаған. Бұның қарамағында 600 оқушы оқиды деді. Біздің мектептерде 2,5 мыңнан астам балалар оқиды деді. Сондағы соншама контингент тұрған кезде бұл 600 баламен жалпы командалық 3-ші орынға шығып тұр. Бұл жалпы жеңіс осынікі, мен осындай оқушымен мақтанам деді. Сонда айтқаны бар еді, өзі спорт саласында 2 адам жұмыс істейді. Өзің таңда деді. Біреу спорттан байысам екен деп, біреу спортты көтерсем екен деп. Осы 2 жолдың біреуін таңда деді. Сол әлгінге дейін сол спортты көтерсем екен деп, қаншама лауазымдық шенеуніктің жұмыстары алдынан есігі айқара ашылса да, бірақ мен мектептің табалдырығынан аттаған емеспін. Өйткені өзім балалардың жүрген жерін, мектептің іші балаға толық толы болса, биыл мына жаңа ғана әлеуметтік желіге шығып жатыр, қыркүйектен 1-нен бастап балалар дәстүрлі форматта мектепте оқиды дегенге, соған шын жүрегімен қуанып жатырмын. Өйткені мектеп оқушылармен, балалармен жарасып тұратын білім ордасы. Жалпы қазақта айтады ғой, ұстаздан шәкірт озар дейді. Өзіңіз үміт күтіп отырған, болашақта жарқын жетістіктерге жетеді деген үміт күтіп отырған спортшыларыңыз бар ма, және олар кімдер? Рахмет сұрағыңа. Шәкіртсіз ұстаз жетім деген сияқты көптеген оқушылармен мақтан тұтам. Ол жалғыз спортты серік еткен емес, басқа да салада еңбек етіп, осы спорттан алған тәлім тәрбиесімен еліне, халқына қызмет етіп жатқан оқушыларым көп. Сонда да атап кететін болсам, осы Жамбыл ауданынан тұңғыш шыққан қыздардың арасынан дзюдо, самбо күресінен спорт шебері Сеттерхан Күнай деген оқушым бар. Тәуелсіздіктің құрдасы, өзі 91 жылғы 16 қазанда дүниеге келген оқушым. Әрбір оқушымның менің туған күні несімен әлі күнге дейін байланысымды үзген емеспін. Сол оқушым ауданның 80 жылдық құрметті азаматтар кітабына аты жөні енген оқушым. Одан бөлек Дюжев Кирилл деген оқушым бар, Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері. Рамазанов Қазбек деген оқушым бар. Ағайынды Райымжановтар бар. Ауғанбаева Алтынай деген оқушым бар. Казгудың магистратурасын қызылмен бітірген. Самбо дзюдо күрестерінен Алматы облысының чемпионы. Тағы да басқа да өскелең ұрпақтар өсіп келеді. Алдынан үміт күттіретін оқушыларым бар. Осы аудан орталығындағы, басқа да шет жағында тұрған ауыл аймақтан келіп, маған дзюдо үйірмесіне қатысатын балаларым бар. Барлық балаларыммен үміт күтем. Рахмет тағы да. Енді келесі сұрақ, сіздің спорт үйірмеңіз қай жерде орналасқан? Осындай керемет ұстазы бар ата-ана немесе шәкірт үйірме үшін қанша ақша төлеуге дайын болу керек? Сұрағыңа рахмет. Үйірме жүргізетін жерім жеке кәсіпкердің үйінде орналасқан. Ол үйді мен жалға алып жаттығу жүргізем. Бір айға 5 мыңнан төлеп ата-аналар балаларын беріп қатыстырады. Оның жарты пұлы сол үйдің иесіне кетсе, мен бір айда 2,5 мыңға жаттығу жүргізем. Қазір барлығы қымбатшылықты көтеріп жатқанмен, мен 6 жыл болды, осы бір бағамен ғана жүріп келемін. Ешқандай көтеру, қымбатшылық деген жоқ. Өйткені балалардың жарыс қатысуы бар, жолда жүруі бар, тамақтануы бар. Соның барлығы ата-ананың қалтасынан ұрмасын деп, ата-аналардың жағдайын жасауға барынша тырысып отырамын. Бауыржан мырза, биыл Қазақстан халқы үшін күтпеген жағдай болды. Тәуелсіз 30 жылда бірінші рет Қазақстан спортшылары Токио Олимпиадасынан алтынсыз қайтып отыр. Бұған не себеп деп ойлайсыз? Сұрағыңа рахмет. Өте өзекті мәселе. Бұл қазір Токио Олимпиадасының біткеніне әлі шаңы басыла қойған жоқ. Бірақ әлеуметтік желіде қызу талқыға түсіп жатыр. Спортшылардың қуантқаннан гөрі ренжіткен сәттері көп болды, әттеген ай деген сәттері көп болды.
Қасым-Жомарт Тоқаев, Кемелұлы Тоқаевтың өзі бұл мәселені көтеріп, қазір енді мына мәселені қарайтын, талқылайтын әлі де көптеген мәселелер, күрделенген, қордаланған мәселелер көп. Соның бәрін шешімін табу керек. Ол көптеген факторлар рөл ойнауы мүмкін. Адаптация дейміз, психологиялық тұрғыда, өзіне тым сенімділікпен барған жағдайда қарсыласты менсінбеу деген сияқты, оның бір ғана несі жоқ. Әр спортсменде жекелей алған кезде алғашқы олимпиадасы болады, қобалжу деген болады. Сондай сәттерден барып, осының барлығы жиналып туындап отыр. Бапкерлердің спортсмендерді дайындығын пысықтап алмауы да мүмкін. Оның көптеген мәселелері осының бір түйткілі болып тұр. Өйткені спорт саласындағы айналасында жүрген адамдардың шын патриот болса, жанашыр болса, бұндай нәтижеге жетпес едік. Соның салдары деп есептеймін. Бауыржан ағай, жалпы Қазақстан тәуелсіздік алғалы дзюдо спортына соңғы 4 жазғы олимпиадада ғана жүлде алған екен. Бұл елімізде соңғы 15 жылда ғана дзюдо спортының дамып келе жатқанын көрсетеді. Жалпы еліміздегі осы спорт түрін, яғни дзюдоны дамыту үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Рахмет, сұрақ жақсы сұрақ екен. Әттең тонын келтесі деген сияқты, қолда болса, кішігірім таулы елді мекен бар, Ресейде Дағыстан деген. Барлық ауыл аймағы болсын, кішкентай қышлақтары болсын, барлық жерде күрес залдары бар. Жаңағы Атынтай Жомарттардың көмегімен, үкіметтің қолдауымен жасалған күрес залдары бар. Сондықтан мына Кавказ елінің, таулы аймақтың жігіттерінің қазір мына әлем деңгейінде көптеген жетістіктерге жетіп жатқаны соның салдары. Неге Қазақстанда осындай әрбір мектеп болсын, ауыл болсын, балалардың тегін қатысатындай бапкерлерге жағдай жасаса, ол жаңа Дағыстан сияқты мемлекеттен әлдеқайда озуға болады. Бізде ең алғашқы күміс медальді Асқат Жеткеев алған кезде бөркімізді аспанға лақтырып қуанғанбыз. Содан кейін келесі олимпиадада қос дзюдошымыз Елдос Сметовпенен Галбадрах Отгонцэг күміспен қол алған кезде тағы қуандық. Соңғы олимпиадада дзюдошылардың ішінде жалғыз сол Елдос Сметов елдің мерейін үстем қылып қола медаль алып, өзінің 60 кг салмақта осы әлем деңгейіндегі белді дзюдошы екенін дәлелдеді. Тағы да бір сол шешетін мәселе, сол балалардың дайындалатын, жаттығатын қыздар балалардың, қазақтың балалардың күшті деңгейі әлі де өзінің несін көрсеткен жоқ. Тек соған жағдай жасалса, сондай жетістікке жетуге болады. Жалпы мынау мектеп бағдарламасындағы пәндердің ішінде математика, биология, физика, химия сияқты пәндер бар, және әр мұғалімнің өзіндік ерекшелігі бар. Жалпы мынау дене шынықтыру пәнінің мұғалімінің ерекшелігі неде? Сұрағың өте өзекті мәселенің бір несі болады, сабағы. Мен өз басым, мысалы, мектепте мынандай ұғым бар. Негізгі пән дейді. Математика, химия, физика деп өзің тізбектеп жатсыз ғой. Мен айтам балаларға, егер сенің басың қатты жұмыс істегенмен денсаулығың болмаса, не істер едің деймін. Ана біліміңді алып, тапқан табысыңды тек дәрігерге, емделуге жұмсар едің. Денсаулығың болмаса, сен ешкімге керек, даже достарың да келмей қояды, жағдайыңды сұрап. Тек ата-анаң, туған туысың ғана қасыңнан табылар деймін. Ал қалған уақытта денсаулығың болмаса, есігіңді ешкім ашпай қояды. Сондықтан ең бірінші, қазақ айтпайды ғой, бірінші байлық денсаулық деп. Осы денсаулығың болмаса, денсаулықты осы менің балаларға сабақтан неған кезде, мысалы, қыз балаларға айтам, әдемі дене бітімі мына дене шынықтыру пәнінен қалыптастырасың. Керекті жаттығуларды осы пән арқылы, мұғалімдерінің саған берген бағыт-бағдар арқылы үйренесің деймін. Спортты серік қылсаң, ол жалғыз бір жоғары жетістікке жетемейміз. Спортты серік қылған адам өзінің денсаулығына, болашағына, өйткені ертеңгі өсіп өну үшін денсаулық керек. Ана биіктікті бағындыру үшін адамға күш керек. Денсаулығы мықты адамның, оның рухы да мықты, жан дүниесі де бай болады, ойы да таза болады. Сондықтан спортты серік еткен адам, өйткені ол үнемі қозғалыста, ағынды су таза ғой. Сол сияқты мына адам қозғалып жүрген кезде ағзасындағы қанның құрамы, лейкоцит, қан барлығының нормасы бір қалыпта болады. Сондықтан қозғалыста болған, дене бітімін тік ұстап жүріп, артық салмақшылық болмау керек, омыртқаны түзу ұстау, жаңағы ұялы телефонға тәуелді болмау сияқты көптеген мәселелерді осы дене шынықтыру пәнінің алатынын, сол құндылықтарды сөйтіп түсіндіруге тырысамын балаларға.
Бауыржан ағай, Қазақстан спортына 2019 жылы 121 миллиард доллар бөлінсе, оның 34 миллиард доллар футболға кеткен. Дәл осында 2020 жылы 131 миллиард доллар бөлінсе, оның 37 миллиард доллар тағы да футбол спортына бөлінген екен. Қарап отырсақ, қаражаттың 3-тен 1 бөлігі тек футболға бөлініп жатыр. Ал неге әлі күнге дейін Қазақстанның футбол спорты әлі күнге дейін дамымаған? Неге шетелдік футболшылары мен Қазақстанның футболшылары әлі күнге дейін бәсекелесе алмайды? Дегенмен, Қазақстанның мысалы футбол жаттықтырушылары олар шетелден тәжірибе алып келген. Сол секілді Қазақстандағы мысалы қарапайым Қайрат футбол командасын алатын болсақ, оның ойыншылары да шетелден келген. Алайда қазіргі таңда Қазақстанның футбол спорты әлем чемпионатында тек іріктеуден де ұша алмай жатқан кездерде болады. Осыған не себеп деп ойлайсыз? Әлде легионерлердің миссиясы басқа деп ойлайсыз ба? Бұл спортта мынандай ұғым бар, спортивный менеджмент дейді. Біз осы саланы көптен бері дене шынықтыру спорт саласында дайындайтын осы жоғары оқу орындарында осы қызмет орны дұрыс қалыптаспаған, бір өзінің несі жоқ. Шетелде барлық аты шулы азулы клубтардың осы менеджменті жоғары жолға қойылған. Біздегі футбол барлығы әкімдік, облыстық әкімдіктердің қарамағында. Бюджет сол жерден ғана бөлінеді. Сол жерден бөлінгеннен кейін ол жердегі әкімдіктің шаруасы көп қой. Ауыл шаруашылығы бар, халықтың әлеуметтік жағдайы бар, басқа да нысандары бар, жол, ауруханалар. Футболға келген кезде ол жердегі мамандар таза маман жоқ та. Сондықтан олар көбінесе легионерлерді жалдап, шетелден асырып ойыншыларды контрактын ойнатады да, оларда талап қоя алмайды. Олар реніште контрактын үзетті кетіп қалады. Бірақ сол соманы алып кетеді. Сондықтан оларға қатаң талап қоя алмайды. Пока балалардың жасөспірім балалардың мектебіндегі балаларға деген көзқарасын жөндемейінше, жолға қойылмайынша, сосын олардың жаттығатын бір мезгіл емес, қыста да, жазда да дайындалатын футбол ойнайтын алаңдары болу керек. Сол кезде ғана балалардың құрал жабдықтары, доптың өзі, қазір көптеген жағдайдың бәрі бізде неғып қалды, өсіп атқан жоқ. Соның барлығы кәдімгідей спорттағы біздің кемшілігімізді соңғы олимпиадада көрсетіп беріп кетті. Өйткені шетелдің футбол командаларына, шетелдің ойыншыларына қарап біздің балалардың өздері қазір Мессидің, Роналдудың футболкасын, майкілерін киіп, соларға еліктеу көбейіп кетті. Балаларға оны еліктеме деп айта алмаймыз, өйткені өзімізде ондай ойыншылар өсіп атқан жоқ, шетелде ойнап көзайым болып атқан жоқ. Сондықтан балалардың есілдерді сол шетелдің белді ойыншыларына назар ауып отқан. Сондықтан осы мәселені елі болып, жұрт болып шешпесек, оны бұл осы диспут клубының маңайында қалмау керек. Ертең қара қылды қақ жаратын шыншыл билердің болашақ тұқымдары, сендер соны өскен кезде, өнген кездерінде, ертең жоғары оқу орындарында болсын, студенттік өмірлерінде болсын, қай салада жүрсеңдер де осы мәселені көтеріп алға қарай жылжыту сендердің қолдарыңда болашақ. Барлығы бұл әңгіменің, диспуттың бір-бірімізбен пікір алмасып, ой алмасып отқанымыз өте қуанып отырмын. Біздің бағдарламамызға келіп, алтын уақытыңызды бөлгеніңіз үшін үлкен рахмет. Біздің мектепте бұл мемлекетіміздің бір кірпіші. Сендер бүгінгі қозғап отқан мәселелерің шынымен мені қуантып отыр. Осы мектептің мәселесі бойынша бүткіл Қазақстанды қозғап отырсыңдар. Ертең болашақтағы студенттік өмірде мектептің қабырғасы, мектептің форматындағы осы дене шынықтыру спорт саласындағы ертең мектеп аралық спартакиада болады оқушылардың. Сол кезде сендердің өздерің осы мәселені көтеріп отқандарың қуантып отыр. Менің жаныма батып, қабырғамды қайыстырып жүрген мәселенің біреуін көтердіңдер. Ашыда болса шындықты бастап отырсыңдар. Соны әрі қарай осы дерттің ауырмай тұрып емізде деген сияқты сендер осы өзекті мәселені ертең бір шешім тауып түйінді шешеді деген осы сендердің жастарға қуанып отырмын. Осында біздің мектепте бұл тек диспут алаңында қалмай, ертең осы мәселені әрі қарай дамытып, өзіміздің мектебіміздің арасында ертең дене шынықтыру пәнінің өтілу сапасын, оқушылардың жетістігін әрі қарай өздерін көтеріп, соны өздерінің диспут алаңында пікірталас ойларыңды ортаға салып, әрі қарай жалғастыруларыңа шын жүректен тілектеспін. Қара ақылды қақ жарған жаңағы Төле би, Әйтеке би сияқты өздеріңіз сол шындықтан қайтпаңдар. Әңгіме жүзінде қалмасын, сөздерің істеріңмен сай болсын. Сондай жақсылықты тілеймін.
қатарларың алды болыңдар, армандаған мақсаттарыңа жетіңдер. Рахмет шақырғандарыңызға. Ал осымен бағдарлама тамамдады. Видео көріп отқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, видеоны лайк басып және пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Міндетті түрде тіркеліңіздер.